Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі қысқа банкаға жабуға арналған қызанақ пен тәтті болгар бұрышынан жасалатын қою болып шығатын өте дәмді салаттың рецебімен бөлісемін. Нанмен қосып жегенде өте дәмді, тәбет ашарлықтай салат болып шықты. Ең алдымен қайнаған суға чайникке банкалардың қақпағын 3-4 минуттай қайнатып, дәл осы суға банкаларды стерилдеп 3-4 минуттай қайнатып аламыз. Чайникке немесе мантоваркаға, немесе духовкаға стерилдеуге болады. Бізге қажетті заттар: қызанақ, тәтті болгар бұрышы, лавр жапырағы мен қара бұрыш, уксус және де 2 сәбіз, 1 ащы бұрыш және де чеснок қажет. Ең алдымен қызанақтарды ет тартқыштан немесе блендердан өткізу үшін арнайы ұсақтап кесіп аламыз. Достар, менің каналымда көптеген қарапайым заттардан жасалатын рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Менде ет тартқыш болмағандықтан барлығын блендерден өткізіп алдым. Ет тартқышқа қарағанда блендерден өткізсеңіз өте аз уақыт кетеді. Барлық қызанақтарды ұсақтап дайындап алғаннан кейін терең ыдысқа құйып дайындап қоямыз. Келесі кезекте алдын ала жуып дайындап алған сәбізді корей күшінен өткізіп дайындаймыз. Тәтті бұрыштарды 4 бұрыштап ұсақтап тураймыз. Банкалар стерилденіп болғанша тәтті бұрышты да алдын ала дайындап аламыз. Ащы бұрыштан мен тек жартысын ғана қостым, оны да ұсақтап турап аламыз. Жасаған салаттың көлеміне қарай ащы бұрышты көбейтуге болады. Өте ашты болғандықтан мен тек жартысын ғана қостым. 5-6 тісше сарымсақты да жуып тазалап, оны да осылай етіп ұсақтап турап аламыз. Елу граммдай сұйық майды алдын ала қыздырып, осы қызған майдың үстіне сәбізді алып қуырамыз. Сәбіз қуырылғаннан кейін оның көлемі 2 есе азаяды. Дәл осы уақыт аралығында тәтті болгар бұрышын осы сәбіздің үстіне қосып, оны да қуырамыз. Сәбіз бен тәтті болгар бұрышын 5-6 минуттай қуырып болғаннан кейін, осының үстіне алдын ала дайындап ұсақтап алған қызанақты да қосамыз. Осы масса қайнағаннан кейін жарты сағатқа бетін жауып қалтырып, жай отта қайнатып аламыз. Қайнап бастаған кезде осының үстіне алдын ала ұсақтап турап алған қызыл ащы бұрышты қосамыз. Салатты қайнатуға барлығы 40 минуттай уақыт кетті. 30 минут өткеннен кейін қазанның қақпағын ашып, үстіне дайындап алған сарымсақты да қосып араластырамыз. Салатқа дәм беру үшін 2 лавр жапырағын және 7-8 қара бұрышты қосып араластырамыз. Мен 6% уксус қостым, яғни бұл алма уксусы. Уксустың пайызы аз болғандықтан 2 шай қасық қостым. 1 шай қасық толтырып тұз және де дәл осылай етіп 1 шай қасық қант қостым. Қант пен тұзды қосқаннан кейін дәмін көріп, егерде аз десеңіз тағы да көбейтуге болады. Осымен салатымыз дайын. Енді алдын ала стерилдеп алған банкаларға құйып, ыстық күйінде қақпағын жауып тастаймыз. Дәл қазіргі қыстың сезоны кезінде қызанақ пен сәбіздің арзан кезінде осы салатты жасап алсаңыз, қыс уақытында рахаттанып жейтініңіз анық.
Салаттарды банкаға салып болғаннан кейін міндетті түрде осы ыстық күйінде қатты бұрап немесе закрывашканың көмегімен жауып тастаймыз. Достар, менің каналымда осындай көптеген қысқа арналған банка жабатын рецептер және де қарапайым заттардан жасалған рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.